Kırmavuk öserine de. Осы дәстүрлі өнердің кешегі қарекеңдерден тәлім алған Жүсіпбек Елебековтің қасында жүріп, одан да тәлім алған. Арғынаман аттым мәсет арындаған арындап, әні саламын дарыма. Осы Түркістан қаласынан Қожа Ахмет Яссауи университетінен академик Рахманқұл Бердібаев хабарласып, Қажыбек-ау, Түркістанға келсеңші. Ән болмай кеткен, сөз болмай кеткен деді, тура сол кісінің сөзімен айтайын. Енді бір 10 күнге дейді, аға 10 күнге мені кім жібереді ол оны? Барсам бір жолы барайын деп, ойбай барасың ба деп қызық болды өзі бір аяқ астынан. Барам, үй жай берсеңдер деп, ойбай оны көрейін деп кетті де бір 10 күннен кейін Райымбек Сейтметов звондайды. Қажыбек, сен сондай уәде беріпсің. Иә, уәде бергем, қалай? Енді 99% келісіп тұрмын, 1% кімдікі, 1% келіндікі деп. Сөйтіп, осы жерге аяқ астынан топ етіп, Алланың жарлығыменен 2004 жылы Қожа Ахмет Яссауи университетіне шақырылып, Райымбек Сейтметович, Серік Жайлауыш Пірәлиев, Рахманқұл ағаның солардың идеясымен, Алланың бұйрығыменен осы Түркістанға келдім. Содан кафедра ашылды дәстүрлі ән жайынан. Сол жерде 10 жыл зав кафедра болдым. Қажыбек Бекбосын ең жоғарғы атаққа ие болған Қазақстанның халық әртісі осы Қазақ-Түрік университетіне келгелі 2005 жылдан бастап қасында дүниеге өткенге дейін қасында өзім бірге әріптес болып жүрдім, оның баласындай болып жүрдім. Алматыда 2 балам болса, Түркістандағы 1 балам сенсің деп үйдегі апай да, Қажыбек аға да айтып жүретін болатын. Арамызда болса 80 жасқа толу керек еді. Ол осы дәстүрлі музыка өнерін осы Түркістанға дәнін еккен кісі. Райымбек Сейтметов Қазақстанның халық әртісі, ол кісі театр өнеріне дәнін ексе, Қажыбек Бекбосынов ол дәстүрлі музыка өнерін дәнін еккен ұлы тұлғалар. Қажыбек Бекбосын ағамызбен біз 2004 жылы келді. Сол жылдан бастап біз аян қолдық, бірге қызметте бірге болдық. Ағамыз сол кезде музыкалық білім кафедрасының зам кафедрасы болды. Мен актерлік өнердің зам кафедрасы болдық. Осы Түркістанда өлең өмірім деген мен сол бағдарлама аштым. Сол бағдарламаны менің бар ниетім сол Қажыбек ағайдан бастағым келіп еді. Өмірінен өтерінен 4 күн бұрын ғана далада отырып екеуміз сөйлестік. Аға ешкімге айтпаңыз, бірінші сізбен бастайын деп тұрмын деп едім. Сол пятница бола ма, суббота бола ма ағамыз сол кезде ауырып қалды да, содан ары қарай тілде салмай ақыр ағамыз өмірден қайтты. Бірақ енді шәкірттер тәрбиеледі, кереметтей. Көшеде оқып жатқан өздерінің шәкірттерінің бәрін өздері орнына қойды десем де болады, былайша айтқанда. Артында әдемі шәкірттер қалды. Сондықтан Қажыген Бекбосын ағамыз мың жасайды деп ойлаймын, шәкірттер тұрғанда. Кейінгі дәстүрлі өнердің бір тұяғы еді ғой. Сондықтан ол ағамыздыңға алда талай еске алатын кештері болады. Аман болайық, ағамыздың еске алу кештері өте берсін дегім келеді. Қажыбек Бекбосын Құдайбергенұлы Қазақстанның халық әртісі, дәстүрлі әнші. Осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті орындаушылық өнер кафедрасына 2004 жылы келіп, дәстүрлі өнер мамандығын ашқан болатын. Дәстүрлі өнер білім беру бағдарламасын бітірген түлектерді осы өзімізде орындаушылық өнер кафедрасында мұғалімдік қызметін атқарып жүр. Атап айтар болсақ, аға оқытушы Сотбеков Сәбит, оқытушы магистр, дәстүрлі әнші Жанғали Мұсаев, шәкірттеріміз де осында қызмет етуде.
бұл дегеніміз Қажыбек ағайдың салып кеткен сара жолының ұстасарлары бар деген сөз. Қазақтың халық әндерін, халық композиторларының әндерін кейінгі заманға, осы уақытқа дейінгі талмай еңбек етіп, қажырлы еңбегіменен бәленбай әнді жеткізіп отырған ұлы ұстаздың бірі. Атақты Ғарифолла Құрманғалиевтің қолынан дәріс ала жүріп, солардың заманында өмір сүрген Манарбек Ержановтардың, Қалибай Жановтардың, Қосымжан Бабақов, Байғали Жылқыбаев, Кенен Әзірбаев сияқты ұлы тұлғалардың мектебін меңгерген адамдардың бірі. Бұл Қажыбекті өнер жолы. Сол Манарбектен, Жүсіпбектен, жаңағы Қалибай Жановтан, Ғарифолла Құрманғалиевтан, Дәнеш ағалардан қалған жұрнақты қазір осы күнгі адамдарға жеткізіп отырған ұрпақ қой Қажыбек. Әңгіме айтып кетейін. Анау ұстаздарым бәрін айтып отырмын ғой. Менің өз принципімде, басқаларды білмеймін қалай қосылар, қосылмас. Менің өз ойым, бәрі ән қазақтікі. Батыс па, шығыс па, жетісу ма. Қолынан келсе бәрін айтуға тырыс. Бәрін бірдей беске айтып кетпесің, әркімнің шамасына қарай. Бірақ соны айтам деген мақсат болу керек. Жасанды өнер бір күндік. Нағыз өнер ғұмырлық.